Сәлем достар, бүгін сіздерге слезы ангела, яғни қазақша айтқанда періштенің көз жасы атты пирогты біздермен бірге жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін қараңыздар. Пирог өте дәмді, нәзік болып шығады. Ең алдымен бізге сармай қажет болады. Сармайды көбіктап турап аламыз. Оның үстіне ұнымызды саламыз, сосын қосқышты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Яғни біздің песочный тестамызға жасағандай қамырды крошка етіп жасай аламыз. Міне біздің сармаймен ұнмен араластырған қамырымыз дайын. Енді жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып алатын боламыз. Ағын салатын ыдысымыздың іші құп-құрғақ, ешқандай су, май болмау қажет. Ендігі кезекте жаңағы қамырымызға сарыуыздың біреуін салып, үстіне айранды қосып, шай қасықпен 2 қасық айран жетеді. Оны біз қаймақпен де араластырсақ болады. Ең бастысы біздің қамырымыз бірігуі қажет. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді ол қамырды салафанға салып, тоңазытқышқа 15 минутқа қалдырып қоямыз. Оған дейін біз творогты массамызды дайындаймыз. Бізге ең алдымен творогты қажет болады. Творогымыз біздің құп-құрғақ болғаны жақсы. Енді оның үстіне қантты және жұмыртқаның қалған сарыуыздың барлығын жақсылап араластырып, кішкене ғана сүт қосып, барлығын блендермен езіп аламыз. Міне біздің массамыз осындай болып шығады. Енді оны кішкене қоюландыру үшін мен манканы қосамын. Ол бізде салманы кішкене қоюландырып тұрады. Ал енді оға дейін біздің манкамыз ісініп кішкене қоюланғанша біз тестамызды дайындап аламыз формаға. Форманың ішіне мен ұнды салдым. Енді қамырымызды форманың ішіне жақсылап жайғастырып аламыз. Енді қамыр дайындап болған соң жаңағы салмамызды үстіне құямыз. Сосын 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Оға дейін біз жаңағы ақуыздарымызды шайқап аламыз. Оған кішкене ғана қантты қосып, жақсылап миксердің ең жай жылдамдығынан бастап жоғарылата отырып миксерлейміз. Міне біздің ақуыз дайын болды. Осылай ақпай тұру қажет. Ыдысты төңкерген кезде де ағып кетпей, өз формасын ұстап тұру қажет. Міне оға дейін біздің жаңағы пирогымыз пісті. Енді жаңағы ақуызды үстіне құямыз. Ақуыздардың үстіне қойған соң, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі өрнектер қойып, бетін әсемдесеңіздер болады. Осылай мен сияқты силикон күрекшемен немесе қасықпен бетін осылай түртіп шықсаңыздар, әдемі өрнек формада шығып тұрады. Енді оны қайтадан бір печкаға 5 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің ақуыздарымыз пісті, беті сарғайып, әдемі болып тұр. Енді оны пештің бетін жауып, кішкене ғана ашық қалдырамыз. Міне осындай көлемде кішкене ашық болып тұру керек. Сол кезде біздің бетімізде кішкене ғана
карамельді тамшылар пайда болып әдемі болып көрінеді. Мен кішкене ұзақ уақытқа қалып қоймадым. Сіздер тағы да одан да көп ұзақ уақытта пештің ішінде тұрса, біздің тамшыларымыз одан да көбейіп әдемі болып көрінетін болады. Міне достар, жасап көріңіздер. Өте оңай жасалады және дәмді әрі нәзік болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Видеоны таратып, достарыңызға көрсетіп, арнама тіркеліп алыңыздар.